Қалалық жұмыспен қамту орталығы мен кәсіпкерлер палатасы бірлесе қолға алған бұл орталықтың ең басты ерекшелігі жылжымалы етіп салынғанында. Мұнда мамандар азаматтарды жұмыспен қамтып қана қоймай, олардың басқа мамандық алуына, мемлекеттік бағдарламаға қатысуына да бағыт-бағдар береді. Жылжымалы орталықтарда жеке қабілетті дамытушы кеңесшілер азаматтарды түрлі мамандықтарға икемдіктерін жетілдіріп, кәсіпкерлікпен айналысуына да әлеуетін анықтауға көмектеседі. Осының бәрін біз талдауын жасап, мобилдік орталықтар арқылы халыққа біріншіден мәлімет беріп, екіншіден осындай мүмкіндіктер бар болған хабарландыру, үшіншіден осы бізді гранттар арқылы немесе микроқаржы арқылы осы кәсіпкерлікті бейімдеп, оларға қол жеткізуге мүмкіндіктер туындыру. Айта кетейік, бүгінде Шымкентте бір ғана кәсіпкерлік саласына 2000-нан аса жұмысшы қажет екен. Қос мекеменің бірлесе қолға алған бастамасы халық екі қолға бір күрек табуын жеделдетіп қана қоймай, жұмыс берушіге де оңтайлы болмақ. Әсерін тигізеді. Яғни халықтар көп алыс жерде орналасқан халықтардың осындай осы жұмыс мәселесі бойынша ыңғайлы болып жатыр. Бізге оң әсерін тигізеді. Сонау біздің орналасқан Нұрсат мөлтек ауданы бармай, әр осындай шоғырланған жерлерге халық келіп, өздерінің ыңғайлы сұрақтарын қойып, ыңғайлы мемлекеттік қызметтерге жүгіне алады. Бүгінде халықты жұмыспен қамту мақсатында жүзеге асырылып жатқан бірнеше бағдарлама бар. Оның бірі жастар арасындағы жұмыссыздықты азайтуға бағытталса, енді бірі нарыққа сай мамандыққа машықтау арқылы еңбекпен қамту. Кей жоба тұрғындарды бизнеске тарту арқылы жұмыссыздық мәселесін жоюды көздейді. Жылжымалы орталықтарда осынау бағдарламалар жіті түсіндіріліп, азаматтар жұмыспен қамту орталығына жолданады.